Құрметті ағайын, бүгін біз ұлттық идеологиямызды бөліп жарып жатқан белгілі топты байқап отырмыз елімізде. Мысалға, алаштанушылармыз деп атаған топ, олар алаштарды идеал жасап, басқа қоғам қайраткерлерін, зиялыларды төмендетіп жатқанын біз көріп отырмыз. Көбінесе алаштанушылар бүгінгі көбісі тарихшылар емес, ғалымдар емес, филолог, журналист, тағы да басқа қызметте жүрген азаматтар осыған кірісіп жатыр. Бұл ұлттық идеология қарсы деп санаймыз. Бүгін біздің партия, Байтақ Жасылдар партиясы, сонымен қатар басқа біздің әріптес, мысалға бәсекелес партия болса да, бәріміз осы ұлттық идеологияны біріктіру үшін жұмыс жасап жатырмыз. Әрқайсымыз осы мемлекетіміздің дамуы үшін, ұлтымыз бір болу үшін жұмыс жасап жатырмыз. Ал жаңағы алаштанушымыз деп көкірегін ұрғандар бөліп жарып жатқанын көріп отырмыз. Осыған біз қарсы тұра білуіміз керек. Осыған байланысты бір-екі ауыз сөз мен айта кетейін. Мысалға, 20 ғасырдың басында революция болған кезде, кедей мен байдың арасында үлкен қақтығыс болған кезде, көршілес елдерде, әсіресе солтүстік жақта, аға іні бір-біріне оқ атып, бір-бірін өлтіріп жатқан заманда, қазақ даласында еш уақытта бір-біріне оқ атпады. Бір-бірін қорғады тек қана. Сол кезде бірлікті көрсетті. Сол кездегі зиялы қауым, қайраткерлер бірігудің арқасында халықты сол кезде қиыншылықтан қорғап қалды. Міне осы жайында біз айтуымыз керек. Оған дәлелдер тарихи өте көп. Бір-бірін қолдаған, бір-біріне еш уақытта жаман іс жасамаған. Біздің міне ерекшелігіміз сонда. Міне қараңыздаршы, біздің картамызда мынандай үлкен мемлекетті қалтыру, бұл тек қана бірлігі мықты халықта ғана, ақылы мен білімі, батырлығы бар халықта, мүддесі бір халықта ғана мынандай нәтиже болады. Бұны біз есте сақтауымыз керек, құрметті ағайын. Сонымен қатар, біздің әрқайсымыздың ісіміз бір бақыт болу керек. Ол мемлекеттің мүддесі, осы мемлекетте тұрып жатқан халықтың мүддесі, яғни әлеуметтік, экономикалық жағдайы көтерілуіне қызмет етуіміз керек.